Баршаңызға қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, қуырылатын картоптың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызған майымызға жуып тазаланған бірнеше бөлшекке бөлінген тауық етін салып қуырамыз. Оның үстінен пиязымызды салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Тауық етін қоспай жасасаңыздар да болады, өте дәмді болып шығады. Енді кезекте біз сәбізді де қосып, жақсылап барлығын араластырып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды және қара бұршымызды қосамыз. Картопымызды осындай қалыңдықта турап алып қосамыз. Томат пастасын 1 стақан суымызға араластырып, үстінен құямыз да 35 минут шамасында қақпағын жауып, баяу отта бұқтырамыз. Осымен біздің дәмді картопымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар.